Баршаңызға сәлем, сіздермен кәдіден қытырлақ өте дәмді таяқшалар дайындаймыз. Ең алдымен кәдіміздің осылай екі жақ шетін кесіп алып тастаймыз. Менде осы кәді ұзындау болғандықтан 3-ке бөлдім. Егер сіздердікі қысқалау болып жатса, 2-ге бөлсеңіздер болады. Одан кейін видеода көрсетілгендей осылай таяқшалар етіп кесіп шығамыз. Келесі панировочный сухариге ірімшігімізді үкіштен өткізіп, жақсылап араластырамыз. Ірімшікпен қатар құрғақ сарымсақты, аскөкті араластырып жерсеңіздер болады. Тұз бұрыш салып, менде панировочный сухаридің құрамында болғандықтан мен қосқан жоқпын. Енді кәдімізді ең бірінші ұнға, одан соң жұмыртқаға және де ірімшікпен панировочный сухариге аунатып, формамызға пергамент қағазын төсеп, соның үстіне барлығын қойып шығамыз. Барлығын осылай жасап шығамыз және 180 градустық пеште беті қызарғанша қызыл болып пісіріп аламыз. Келесі бізде соусын дайындаймыз. Менде майонез орнына қаймақ қолдансаңыздар болады. Аскөк пен сарымсақты қосып жақсылап араластырамыз. Міне біздің таяқшаларымыз дайын. Егер сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Және осы ыстық күйінде ұсынсаңыздар, жеуге өте тәтті болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Ас болсын, рахмет.